Кезекті мәжілістің күн тәртібіндегі екі мәселенің бірі мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру болды. Өйткені соңғы уақытта бұл саладағы көрсеткіш өңірде төмендеп кеткен. Мамандардың сөзінше биыл облысымызда жаңадан 20 мемлекеттік қызмет түрі қосылып, қазір ол 194-ке жетіп отыр. Жыл басынан бері халыққа осы қызметтің 9 миллионнан астамы көрсетілсе, оның небәрі 16% электрондық жүйе арқылы іске асқан. Десе де өңірде бұл жүйені 84%-ға жеткізуге толық мүмкіндік бар дейді мамандар. Бұдан бөлек 7 айдың қорытындысы бойынша халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 361.532 электрондық қолтаңба берілді. Бірақ электрондық қызметтердің үлесі әлі де облысымызда төмен. Оның екі себебі бар. Бірінші, қызмет ұсынушы мемлекеттік органдар электрондық қызмет алу жолдары туралы халық арасында үгіт-насихат жұмыстарын жүргізбейді. Екінші, ақпараттық жүйе арқылы келген өтінімдерді тіркемей, оларды өздерінің кеңселер арқылы тікелей қағаз жүзінде жүргізеді. Мәселен, өткен жыл облыстық табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы электрондық порталда ақау бар деген себеппен халыққа 3 қызметті кеңсе арқылы көрсеткен. Ал ережеге сәйкес бұл өрескел бұзушылыққа жатады екен. Тексеру барысында аталған басқарманың электрондық жүйесі бұзылған туралы ақпарат ешқандай құжаттар жазбаша тіркелмеген анықталған. Осы бағыттағы жұмыстарды жандандыру мақсатында әкімдік тарапынан әртүрлі аудан және қала әкімдіктерінің даму бағдарламасына арнайы индикаторлар енгізілген болатын. Өкінішке орай, Жансейіт Қансейітұлы, бүгінгі таңда 2017 жылға белгіленген индикаторлардың орындалмау қаупі тұр. Мәселен, Бәйдібек ауданында жылдық жоспар 55%, бүгінгі таңдағы көрсеткіш 0,9%. Мәжілісте облысқа инвестиция тарту бойынша соңғы 7 айдағы атқарылған жұмыс баяндамасы тыңдалды. Негізі осы уақытта капиталға тартылған инвестиция көлемі 229,9 миллиард теңгені құрапты. Бұл көрсеткіш өткен жылдың тиісті кезеңмен салыстырғанда 331,5%-ға өскен.